зағип жандардың күнделікті өмірі осылай өтуде. Менің жобамның тақырыбы тәжбежін, яғни бұл көз көру мүмкіндігі шектеулі жандарға арналады. Осы жобамыз туралы айтып өтетін болсам, біздің Қазақстанымыздың әрбір өңірінде 20 мыңнан астам осындай зағип жандар бар. Алайда, сондай-ақ Атырау өңірінде 116 қоғамдық орын бар. Біздің мақсатымыз сондай жандарға үлкен мүмкіндік сыйлау, теңдікке үлес қосу. Жобаның өзектілігі және де құнды ұсыныс ретінде біз не бере аламыз деген сұраққа тоқтайтын болсақ, бізде Атырау тұрғындарынан сауалнама жүргізген болатынбыз. Бұл қандай, осы Шрифт Брайль жайлы білесіздер ме, және осы жобаны қолдайсыздар ма деген секілді. Көріп отырғандарыңыздай, осындай зағип жандар осы жобаны қолдаған болатын. Құнды ұсыныс ретінде жаңа айтып өткенімдей, бізде әлеуметтік теңдікке үлес қосу және де Қазақстандағы ерекше қажеттіліктері бар азаматтардың өмір сапасын арттыру, сондай-ақ қоғамдық санақ қалыптастыру болып саналады. Тұтынушы сегменттеріміз кім? Жалпы жобамыз қандай жанрда дегенге тоқталатын болсақ, біздің жобамыз социалды жоба. Яғни бұл инклюзивті қызмет көрсетуге саналады. Ал тұтынушыларымыз кім? Клиенттеріміз кім деген сұраққа тоқталатын болсақ, бұлар қонақ үйлер, қоғамдық мекемелер, мейрамханалар және кафе секілді орындар. Сондай-ақ экономикалық есебі жайлы тоқталып өтетін болсам, бұл бір беттік мәзір 5000 теңге мен 10 000 теңге аралығын татиды. Ал мекеме бойынша жалпы толық адаптация бізде 100 мыңнан 300 мың теңгені татиды. Сондай-ақ біз үлгі ретінде осындай мәзірді шығарған болатынбыз. Яғни осы Шрифт Брайльны қолдана отыра. Негізгі ресурстарымыз, сондай-ақ серіктестіктеріміз жайлы айтып өткім келеді. Негізгі ресурстар жайлы бізде адам ресурстары, құрал-жабдықтар деген секілді жатады. Адам ресурстарына өзім, волонтерлар, еріктілер, жетекшілерім жатады. Ал серіктестіктер жайлы айтып өтетін болсақ, бұл бізде Ақжелкен, Фортебанк, Халықбанк және біздің политехникалық колледжіміз жоғарғы. Сондай-ақ осы политехникалық колледжіміздің ішінде ағаш күйдіру жұмыстарымен жұмыс жасайтын Фаблаб атты компания ортамыз бар. Ал болашақта біз қандай серіктестіктер орнатқымыз келеді? Бұл чайханалар, отбасылық мейрамханалар. Қорытындылай келе, біздің жобамыз зағип жандарға үлкен мүмкіндік сыйлайды, және қоғам бәрімізге ортақ, және қоғамды өзгертуге сіздер де атсалыса аласыздар.